қазақша рэпті комадан шығаруға болатынын биылғы Зактың альбомынан кейін түсінген боларсыздар. Мен өзім сөйттім және айналамдағыларға тыңдатып көрдім. Менің кінәм емес, қазақша рэп бір деңгейде тоқтап қалса, себебі қазақша рэптің жартысы қотақбастар. Әлбетте, рэпті есі дұрыс адамның ұната қоюы екі талай. Алайда қазақ тілінің әдемілігін барлық қырынан көрсете білсе, неге тыңдамасқа? Рэпті тек қызы тастап кеткен, бос уақыты көп, жұмысы жоқ, 16 мен 22 жас аралығындағы бозбаланың арзан сөздігін қозғағаны деп түсінетін адамдарға айтып өтейін. Қотақбас. Рэп ағылшынша тоқылдату, қағу, дыбыс деген мағынаны білдіреді. Яғни белгілі бір ырғақтың үстіне әдемі ұйқастармен оқылған өлең деп айтсақ та болады. Рэп тарихы 70-ші жылдардан бастау алады. 80-ші жылдары хип-хоп деген жанр пайда болады. 90-ші жылдары рэп жанры үшін жұлдызды шақтар болды. Өйткені сол жылдары бұл жанр барша әлемге танылып, музыка саласында өзіндік беделге ие бола бастады. Tupac, Ice Cube, Eazy-E, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Jay-Z, Exhibit, 50 тиын, Nas, Notorious Big, Cypress Hill. Рэп деген нәрсені біз осы кісілерден алдық. Рэп қазақта бұрыннан болған. Рэп дегенің мынау айтыс емес пе дейтін адамдар мола. Рэп деген айтыс емес. Болды. Осымен бұл пікірге нүкте қойылсын. Кім айтты десе, найзағай айтты деңдер. Жарайды. Қазақша рэпке оралайық. Ол жақтың халі қалай қазір? Орыстарды қарап отырсам, ақша табыс жағынан да және де музыка даму жағынан бізге қарағанда уже 10 еседен де көп асып кеткен деп ойлаймын. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Таза қазақша рэп оқитын рэперді көрсетші десе, бірден Эйзи мен Заки есіме түседі. Неге тек олар? Құлақтан теу, кіріп миыңа ZEQ. Мен жатып алып әңгімені жіберем. Білем білсең рэп менің үшін жүші берем. Сықырлап істемерге дәлгі бердік кетер. Бәрі пекер жетерді берекет тамам мен өзім білем. Иқыдан тұрса бәрбір төкерлер. Басма кірбі көп керлер. Өйде білген бүкілік асты сарыңа жіберген. Өйткені басқасын тыңдай алмаймын. Ирина Кайратовна, Кисло-сладкий Бона, сол бір кез, Нурик Смит, Баллер, Принц. Мен қайсысын айтуым керек? Жақсы. Зактың альбомына оралсақ. Мен Eagles емеспін, бірақ Eaglesдардың Закты қазақтың Эминемі деп атайтынына толықтай келісемін. Бекерден бекерге жігіт тереккен екенсің дегендерге теке түкпен екі тікке кетеменде енегін бетіңе мекен етеді кеңінен неге жекетін кегінді бәр шетіне шегіне сука жекетім шегінді сіге мәлімді кемінде егер сен бесен кер онды стекет менені керімгі бреш. Кез келген адам дұрыстап дайындалса, рэпі оқи алады. Әйткенмен, сол рэпке мықты текст жазу кім көрінгеннің қолынан келе бермейді. Рэп тек тізбектеліп жазылған сөздерді зудыратып оқу емес. Рэптің бөлімдері болады. Мысалы, Баги, лирик рэпер, оның қоржындағы дауысың шыққандай үйімнен деген туындысы маған қатты ұнаған болатын. Әрине қайырмасы ғана. Елеңдеймін дауысың шыққандай үйімнен, құшақтап алатының бар еді ол білімнен. Кім сені еркелетіп қолдарыңды жылытып, кім сүйіп жүр шиедей қызыл ерінің. Осыдан 10 жыл бұрын шыққан Мен саған лайықты емеспін деген лирикалық рэпі бүкіл Қазақстанға өткен болатын, тек маған емес. Бұдан бөлек елімізде тағы бір лирик бар. Оны қыздар тыңдап жылайды. Балдар да жылайды. Бәрі жылайды. Менің де бір досым соның рэптерін тыңдайды. Қазір екеуміз дос емеспіз. Ол рэпердің аты Қаракесек.